білімдерді, бір навыктарды жинайсыз, бірақ оны сізге қай кезде көмекке келетінін білмейсіз. 5 жыл бұрын мен де сөйтіп жүретін, бизнес бастау үшін не керек деген сияқты. Мен өзі жалпы сол көмектескен сияқты тренингтен бұрынша ана желание бар бай болуға. Жаңа бір үлкен корпорацияда бір бизнесте жұмыс істе, сосын қайтып келдік. 20-30 мың доллар сондай ақша берді. Бізге қызық енді. Біз франшизадан енді түсініп отырмық. Олар 1920 жылы франшизадан Walmart'тың 100 жыл бұрын, Қандай кезде ол кәсіпті сүйеді? Көп ақша тапқан кезде сүйеді негізі. Ол кезде біздің оборот үлкейді. Бір жылда 49 баланы бірақ көрді. Общепите. Оған точно жаламай. Мен де жаламаймын. Не үшін мал шаруашылыққа кеттіңіздер? Таза ауа, табиғат қандай керемет. Астарлы саудадан адам, соны бір көре білетін адамдар бар, астарлы саудадан. Көре алмайтын адамдар бар. Мен что-то көре алмаймын. Ашық жерлейсіңдер ма бұны? Кейбір нәрсені шығармай-ақ қойыңдар, болмаса бөлек әңгімелесек болады. Бәрі-бірімен тең, ас бос бара жатқан жоқ, жеріміз сәждер кең, сүт бар, ет бар, нан тоқ. Бәрі-бірімен тең, ас бос бара жатқан жоқ, көпшілікке қажеттер ем, дәр бар дәрін ат. Бастап бола ма? Жақсы. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Даму бизнес кәсіпкерлер одағының даму талқысына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Скади компаниясының негізін қалаушы және бизнесмен Бақберген мырза. Және әдетте таныстыруды талап етпейтін бізде өте простой байлар бар, миллионерлер бар. Олар көбінде жылтырағанды өте жақсы көрмейді, бірақ енді ерекше қызметтермен әйгілі, қайырымдылыққа келгенде миллиондап жіберіп отырады. Сол кісілер таныстырып өтейін. Таскынбек мырза және Думан мырза. Ал және бір қонағымыз Даму бизнес групптың кәсіпкерлер одағының мүшесі. Осы биыл өзінің 100 миллион оборотын, сатылымын миллиардқа жеткізген Құмар мырза. Бүгін енді еркін тақырып болсын. Қош келдіңіздер. Алдымен бірінші сұрақты Бақберген мырзаға қояйық барлығымыз. Жалпы бизнесіңіз қалай? Мынау қаңтардың қатал жағдайынан кейін бизнесіңіз қалай дамып жатыр, қаншалықты минус болды, оны қалай реттеп жатсыздар, осыдан кішкене бір әңгіме өрбітсеңіз. Шақырғаныңызға көп рахмет. Ағаларымыз тұрғанда сөйлеу ыңғайсыз екен. Бірақ осы жылға енді мен кәсіпте көп емес, 5 жыл ғана. Бірақ мен ойлаймын, бірінші кризистар сезініп жатырмыз. Осы жылы біздің жаңағы продажамыз 2 есе аз. Прям негізінде әсер берген жаңағы осы көтеріліс жағдайлары. Мен өзім ойлап қоямын, егерде бір кішкентай ғана кәсіпке осындай әсер берілсе, ол мемлекеттік масштабта ол үлкен әсер берілетін сөзсіз сияқты. Жалпы продажаға әсер болды, карантин әсері болды. Бірақ енді ол зат бір жағынан жақсы үнемдеуді үйрендік. До этого там сауда жасаған сайын там уже үнемдеуді ұмытып кетесің ғой. Ал қазір уже максимально там үнемдеп, мысалы бізде 8 филиал болды. Соның ең прибыльнарын бәрін есептеп, тауарларын бәрін алып, тек осы жылы 5-еуін қалдырдық Алматыда. Сондай үнемдеулер болды. Бірақ кезінде бір 3 жыл бұрын Боды Шефердің кітабынан сол жерде не бар еді? Подушка безопасности деген. Содан оқыған бір-екі информацияларымыз бар еді, үнемі там подушка безопасности ұстап жүру керек деген. Сол мәселелер қазір пайдасын тиіп жатыр екен да, ал кезде түсінбегенбіз. Сондықтан осындай подушка безопасностьтың арқасында ары қарай в принципе дамуға да болады деп өзім сеніп отырмын. Енді бұл жағы минус жағынан, плюс айтатын болсам, мен өзім бір жағынан, екінші жағынан плюс те көріп отырмын. Өйткені мысалы менің ең ближайший конкурентімде оларда өте үлкен соққы болды негізінде. Олар где-то бір, енді білмеймін точно, бірақ 500 миллион шамасына тауарлар ұрланған дегендей да. Көп халықта, көп кәсіптер достарынан сұраған кезде көбісіне осындай бір нелер болып жатыр екен да, кішкене продажа құлап. Бірақ екінші жағынан ойлаймын, бұл мүмкіндік деп. Өйткені адамдар жаңа өмірге, жаңа дәстүрге қалыптасып келе жатыр. Сондықтан сол адамдардың қалауын тағы да тереңірек зерттеп, одан да көп еңбектенуге бір мотивация сияқты болып тұр енді. Сондай. В общем, бәрі айтады, күшті сыртқа көрінгенмен, ішіне кіріп қараған кезде бәрі идеальны емес. Оңай емес. Иә, оңай емес. Біреу сұраса, кәсіп бастаймын ма деп сұрайды, мен айтамын, бастамақ қойшы деп айтар едім. Бірақ өзінің бір ерекше бір драйв пайда болып келе жатыр, өзіне андай бір
болады ғой ана адам босаңсып қалады ғой, сондай болған сияқты болдым да, босаңсып келіп қайтадан оянып қайта бір энергия жинап, маған уже осы ситуациядан шығу қызық болып жатыр да. Сондықтан сондай жағдай. Жақсы. Дүке Теке, сіздерде бизнестеріңізде қандай жағдайлар қазіргі кризис кезінде? Енді шынымен қаңтар оқиғасынан кейін бір қанша недер тоқтап қалды ғой негізінен енді. Иә. Қайтадан жаңадан беталыстар болып жатыр. Енді бұрынғыдай емес, бізде енді алып саты ғой. Өндіріс болмағаннан кейін қазір басынан бастап, қазір таможня жағын болсын, бұрынғы жүрген жолымыздың бәрін қайтадан өзгертіп, қайтадан істеп жатырмыз енді. Сіздер жаңағы Бақберген мырза айтып өтті ғой, подушка безопасности дейді да, жаңағы арнаулы бір мөлшерде қаржыны сақтық ретінде сақтап қояды. Көбінде қытайлық бизнесмендер ол көп байқаймыз, ал Қытайдан келген бизнесмендер сол дәстүрді сақтаған ба, жоқ әлде қалай? Сол туралы Дүке бір ауыз әңгіме қозғап жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып отыр Бақберген, бізде енді осы жақында болып жатқан қаңтар оқиғасына байланысты өзінің ойын білдірді, тәкең білдірді. Енді бұл іс-шараны айта кетсек, бір енді қауіпсіз жағдай деп есептейміз, бірақ бір мезгіл енді біраз қауіпсіздік жағдай болып, бізде енді осы өзіміздің кәсібіміз ұзақ жылдан бері келе жатқаннан кейін шамалы біраз уақыт тоқтаулар болып, тәсірі аздап болып отыр. Енді бұл басқышта біз енді жақын деп өзіміздің компаниядағы ішкі болып жатқан қауіпсіз жағдайларды реттеп ары қарайғысын дайындалып отырмыз дегендей десек болады. Енді жаңа Бөкеңнің сұрағына келсек, жалпы енді кәсіпте менің өз жеке ойым, адам бір кәсіпті істеп табысқа жеткеннен кейін өзінің жалпы обороттағы ақшасын үшке бөліп ұстау керек те. Бір бөлімін өзінің саудасына салу керек, таза өзінің бизнесіне. Екінші бөлімін тұрақты бөлікке салу керек. Тұрақты мүлік дейміз ғой, енді жалпы жер болсын, мал шаруашылық болсын, қосымша бір пайда келетіндей. Ал үшінші бөлігін запас ретінде ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Кейбіреулер айтады, қолда ақша тұрып, оны бизнеске салмаса, бизнесмен болмайды. Бірақ біздің енді қоғамдық жағдайдағы осы жалпы сауда-саттықты алып қарасақ та, запас ақша болған дұрыс деп ойлаймын. Кей кезде доллардың құлдырауына, өсуіне байланысты запас ақша болған жағдайда көп саналы кейбір жаңадан бір кәсіптер болады. Сол кездерде запас ақшаны пайдаланып, еселеп пайда табуға болады. Керемет кеңес. Жалпы өзінің қаржысын үшке бөліп ұстау керек, Менің ойым. Ал Құмар, жалпы былтыр сен көрсеткішің өткен жыл бойынша жаңа 100 миллион миллиардқа жетті, сатылым өте жақсы болды. Қазіргі қаңтардың жағдайынан кейін өздерінде стратегия қалай болып жатыр? Оны қайтадан сондай бір 10x немесе 5x-ке өсіру мүмкіндіктерің бар ма? Әрине бар. Біз енді қаңтарды сауданың белгілі деңгейде құлайтынын білдік, бірақ тура осындай емес. Енді біздің жаңа жылдың демалысы бар, сосын қаңтар оқиғасы қосылды. Сонымен жарты айлық сауда жоқ болды деуге болады. Бірақ бізге де жаңағы бір кедергілердің қалай мүмкіндікке айналатындығын біз байқамаймыз, бірақ біз көп ойландық. Егер ары қарай осылай біз көп скачокты өткен жылдың алғашқы жартысында жасағанымызда, соңғы жарты жылдығында бір тұрақты бір деңгейді ұстап отырдық. Сосын осы жылдың басында қаңтарда ойлана бір жақсы бір жолын тапқан сияқтымыз, бірақ енді ол идеямыз бұл әлі бір жоспар күйінде, идея күйінде, бұл бір гипотеза. Соған қазір командамен жақсы дайындық жасап жатырмыз. Біз енді офлайн франшиза деген шығарып, Қазақстанда жаңағы былтырғы ең бізге бір жақсы даму берген бір 32 кәсіпкердің шығуына себепкер болып, сол арқылы өзіміздің жаңа материал сату көлемімізді барлығын дамытқанбыз. Енді биылғы жылға осы сала бойынша онлайн франшиза дегенді қазір жасап жатырмыз. Мен ойлаймын, егер бір саладан бір адам белгілі бір табыс табылатын болса, оны екінші адамда негізі қайталауға мүмкіндік бар. Тек қана құралдарды дұрыс қолдану керек. Сондықтан осы қаңтардағы сауданың құлауы, әлсіреуі осындай бір үлкен шешімге алып келген сияқты. Біз енді
бір іштей жақсы сезініп жатырмыз. Қазір дайындығымызды бұйыртса, алдағы бір 2 апта көлемінде осыны бір жарыққа шығармақшымыз. Сондықтан бізге даму тұрғысынан бір жақсы идеяға бір себеп болды деп ойлаймын. Ал жалпы алғанда саудамыз әрине құлады, кәдімгідей сезіндік біз. Жалпы бәрі айнап келген кезде мен сұрақ қоя беретін сияқты, мен жалғастыра берейін. Жалпы жаңа Бақберген мырза айтып өтті, қазірге мен кеңес беретін болсам бастамай ақ қойыңдар деп айтар едім деп. Енді менше қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған кезді күтіп отырудың қажет жоқ деп ойлаймын жалпы енді. Сол себепті енді қазір сіздерге жеке әрбірлеріңізге сұрақ немесе өздеріңіздің бағанағы қалай бизнес бастағандарыңызды бөліссеңіздер, мүмкін бизнес бастағысы келіп отырғандарға кішкене осындай жағдайда бір жақсы шабыт болатын шығар. Ал Бақберген мырза, жалпы жаңағы өзіңіздің сұрағыңызға кері сұрақ, жалпы бизнесті қандай кезде, қай кезде қалай бастадыңыз? Жалпы негізі Скади ол бірінші енді айналысқан, ашқан бірінші кәсібіміз болатын, бірақ ол тек бір ғана кәсіп болмады кезінде. Машинада саттық, ресторанда болды, кафеде болған, мороженое саттық, сондай бірінші кәсіптен жинап келіп, өзін ұнайтын, өзіме не жақынырақ соны таңдап, осы кәсіпті бір ғана бағытта таңдағанбыз. Негізі 2016-та, ол кезде студент едім мен. Студент кезінде менде жаңағы сноуборд, барлық өзімде болады. Сосын достарым сұрай беретін, берші мен айдап келейінші деген сияқты. Сөйтіп қарасам, 5-6 рет беріп саған ғой. Сосын ойландым, өзіміз неге дүкен ашып осылай көрмек деп. Сол кезде сол ойдан кейін дүкен ашып, достарымыз, одноклассниктарымыз шақырып, ол кезде ондай қатты не жоқ еді, ондай Инстаграм ондай бір инструмент емес еді. Кәдімгі офлайн достарымыз звондап, сөйтіп шақырып, сөйтіп бастағанбыз. Бастап капиталды қайдан таптыңыз? Именно осы Скадида. Негізі 3 миллион теңгемен бастағанбыз. Досым болған, ол 1,5 миллион шығарды, мен 1,5 миллион шығардым. Негізі мен универ бітірген кезде оқып жүріп бастадық, бірақ бітірген кезде целый магазин аштық. Бірақ мен универде оқып жүріп нететінбіз. Мен разработчик болғам, айфондарға приложение жасайтынбыз. Өзім программист болғам ғой. Сол жақта жұмыс жасап жүріп, сол жақта жиналған 1-2 қаржы болатын. Соны қостық, сосын үйдегілерден алдым, мамамнан алдым. Сөйтіп 1,5 миллионға толтырып, ол 1,5 миллион сөйтіп 3 миллионға бастағым. 3 миллион бастасыңыз, қазіргі сатылым қанша ақша сіздерде? 2021-ге 261 миллиондай болды. Дүке, өзіңіз қай кезде қалай бизнес бастадыңыз? Мен енді айтсам біраз ұзақ болып кетеді. Айтыңыз, сол әңгімесін шақырып көп адамдарға қызық болайын деп тұр. Ең алғаш Алматыға оралғаннан кейін мен негізі ойымда мен қызығатын бір достарым бар. Олар білім саласын қуған. Оқып, ары қарай өнер қуып, бір дәрежеге жету. Сол ойымда келіп негізі былай АГУ-де негізі халықаралық қатынас деген мамандық бар. Мен аяқтан бітіріп келдім, бірақ өзім мамандығым бойынша мен 3-ші курсқа түсе алады екен да. Сол экзамен негізі 8-ші айдарда болады екен. Мен сол орайда ар жаққа өз ауылға кетіп қалып, қайта келсем экзамен бітіп кетеді. Сосын ойлаймын да, енді кейбір қарасам, сол кезде енді біраз оқуға түску мүмкіндік аз болды, біраз оқушылардың жағдайын қарасақ, студенттердің жалпы енді біраз қиындықтар туындады да көбінде енді. Ол ертең күні университет бітірген күнде де арғы тереңдеп жұмыс істеуде қиындау болды. Бір жаққа барып, банкіге барып тұрған кездерде көп кісілердің әңгімесіне қарасақ, үлкен бизнесмендер үлкен сом айтады, үлкен доллар, 20-30 мың доллар сондай ақша берді. Бізге қызық енді. Бір жақсы машинаны үріп жүреді, Mazda сияқты. Осыған күніміз қашан жетеді екен деп сол алғаш ойымызда болған. Шіркін-ай бір машинамыз болса, одан кейін бір үйіміз болса, бала шағалы бір тұрақты кәсібіміз болса деген ой болатын. Сосын ақырын деп адамдар жаңағы бір нәрсені пландап ойлайды ғой. Ойлағаннан кейін ақырындап іске асады екен. Бір күні осындай бір жерде жұмыс істейміз. Сосын жаңағыдай үлкен бизнесмендер келеді. Осы жаққа қаржы салуға. Сол байланыспен танысып, өзіміздің жаңағы таныстырып, ары қарай қабілетімізді
көрсетеміз. Көргеннен кейін ол адамдар енді бізде менде енді бұрын өзім оққам, өзім тіл бойынша да неде былай жеттік болдық енді алғаш жұмысқа. Кәсіпке де біраз тәжірибе енді болмады десек болмайды. Өзімізде ойымызды ашық айтатын сондай бір жастық, жалындап тұрған жастық бар да ол кезде. Сол байланысты мен бір кезіккеннен кейін мен құдашам айтқан, осындай жаңағыдай бір қабілеті бар, дұрыстау адам керек деп таныстырғаннан кейін бірден сонымен бастығым болды. Ол жерде бірақ енді мен көп істегем жоқ. 1,5 айда елдің қойнында істеп, содан ары қарай өзіміз магазин аштық. Ол кісі товар жіберіп тұрды. Сөйтіп 6 ай көлемінде біз тәуір уже біраз қаражат жинады десек болады енді. Бастапқы 1,5 айда енді біраз елге жұмыс істедік, одан кейін өзімізге жұмыс істедік. Сөйтіп біз қор жинадық, сосын барып жайлап ақырындап досымыз екеуміз тауар жүргіздік. Аздап шамамызға қарап, енді көп ақша емес, ол жерде бір 5 мың доллардың ары берсін деді. Сөйтіп 1 жыл істеген кезде әжептәуір ақша жинады десек болады. Осы жерден магазин сатып алдық, машина сатып алдық. Сөйтіп мысалы енді бұл мен айтайын дегенім бастапқы адамда не үшін енді басқыштағы ақырын келді дегенде. Сауда жалпы адамды сенім біреуге жаңағыдай сенімгершілікті талап етеді. Біреуді алдап, екі сөйлеп, одан кейін айтқан сөзіңде тұрмасаң, ары қарай көбісі енді омақасып кететін жағдай болады. Біреуді алдамай, сол өз сөзіңде тұрып, табанды болсаң, сауда ондай адам жақсы көреді. Ал енді сауданың кейбіреулер мысалы айтады, не кәсіп істейтін білмейді, өзі не сауда істесем болады дейді. Бұл сауда деген нәрсе біреу айтып беретін нәрсе емес біреуге. Адам өзі сүйген кәсібін істеу керек. Бір нәрсені жақсы көріп сүйсе, соны ары қарай дамыту керек та. Оны қандай кезде ол кәсіп сүйеді? Көп ақша тапқан кезде сүйеді негізі. Жоқ, олай емес. Наоборот, бір кәсіпті дамытуға мен енді былайша айтайын дегенім, енді бір кәсіпті дамытып белгілі дәрежеге жеткізу үшін адам жақсылап ойланып, тер төккен бір 3 жылдың ары берісі кетеді. Ол біреудің бір жарты жыл, 1 жылда рискі көтеріліп кетті дегеніне өз басым сенбеймін. Бір кәсіптің жаңағыдай мысалы енді сол кәсіпті игеріп, сол кәсіптің дәрежесіне шыққанға адамдармен танысып, мысалы енді біз көбінде облыстық дәрежеде сол облыста өзіндік орны бар, әл-ауқаты бар, сондай клиенттермен жұмыс істейміз да әр облыстан енді. Оған жетіп, ол танысу үшін де біз сізге енді 1 жыл, жарты жыл аздық етеді деп ойлаймын. Ақырын ол адам сізді тану керек. Бастапқы адамда сіз бәрібір сіз қанша ол мысалы сол салада жұмыс істеген адамдарға өзіңізді таныстырғаныңызбен ол адам қабылдамайды. Сіз белгілі дәрежеде танылғаннан кейін өзі іздеп келеді да, клиенттердің бәрі. Сондықтан ол дәрежеге жету үшін жаңағыдай уақытша бір 3 жылдай сондай сол кәсіптің майталманы болады деп ойлаймын. Жақсы, жаңағы қазір бір қосымша сұрап кетейін, Тәкеге сөз беруден бұрын. Жаңа сөз айттыңыз, бір сөзіңізде жұмысты жақсы көру керек деп айттыңыз. Қазіргі көп тренингтерде міндетті түрде жақсы көруің керек, сен сол жұмысқа махаббатың болу керек. Өте негізі түбі терең нәрсе бұның. Негізі мысалы мен логистикамен айналысам, біреудің товарын А нүктеден Б нүктеге тасуға махаббатым терең деп айта алмайды екенмін шынымен де. Мүмкін біреуге бір банаға арендаға заттар беруге мен де оны жақсы көрейін деп айту қиындау бар шынымен де. Өйткені әркімнің өзінің хоббиі бар. Сол себепті осы жерде кішкене шатасу болуы мүмкін да. Ал менің ойымша екі түрлі жағдайда адам ұзақ уақыт табандылықпен жұмыс істей алады. Біріншісі ол шынымен де өзінің саласын жақсы көрген кезде, мен баскетболды жақсы көремін, егер баскетболмен айналысам, мен ұзақ уақыт айналысуым мүмкін де, біреу суретпен айналысса, сонымен кетеді. Бизнес ретінде. Ал ондай болмаса, по-моему, сенің істеп жатқан жұмысың, сенің арман мақсатыңды, ой қиялыңды жүзеге асыруға көмектесе алатын болса, онда ұзақ уақыт және істеуге болады. Өйткені егер осыны қазір шатастырған болса, мен сүймесем мына жұмысты, мен істемеймін деген жастарда уже бола береді. Андай да бар ғой, адам не сүйетінін де білмейтіндер бар да. Не ұнайды маған деп. Жоқ, ол жаңағы сол ғой тақырып енді. Сүю дегенде бұл жерде мен енді тек қана жақсы көру деген нәрсе емес. Сол адам өзінің талдап істейтін кәсібін толыққанды түсіну керек та. Дұрыс таңдау керек. Дұрыс талдау керек. Сосын жаңағы ол кәсібін жақсылап түсіну керек, жете зерттеу керек. Қай уақытта қалай болады, қай кезде пайдасы бар, кім істейді деп енді. Бұл жерде енді ары қарай тереңдетіп айтсақ, бірталай кетіп қалады. Мысалы енді ол сауданы істейтін сол дәрежеге кіру үшін де бастапқы адамда біз енді
регионнан заводтан өзіміз тасимыз ғой. Бұл дәрежеде біз үшін алған кезде біз нарыққа шығу үшін біз ең адамның мысалы өлер жер конкурент дейді. Конкурент жақсылап зерттеу керек. Оның нарықтағы беріп отырған бағасын зерттеу керек. Қай заводтан алып отырған, қандай качествода екен, соның бәрін толыққанды игеріп, үлкен нарыққа шығуға болады. Кішігірім бастағандардың енді былай бүйтіп жұмыстары енді жаңағы шағындап олар бірінші жаңағы бір өзінің бір жақын адамына сол қол астында жұмыс істеп, сол кәсіпті игеру керек та. Базардың өтінімін игеру керек, қандай мысалы әр тауардың өзінің жаңағы түрлері көп мысалы. Бір тауарды албайсақ, оның ішінде модельдер бөлек-бөлек. Сол қай модельдер жақсы өтеді, соны игеріп алып, сосын барып өзінің ары қарай кәсібін бастау керек та. Керемет. Жалпы менің ойымша сіз кез келген бір кәсіп десеңіз тез шығатын сияқтысыз. Сөзге қарағанда. Жалпы қазір әңгімеміздің бір желісіне келе жатырмыз. Қазір Тәкең мен Құмар мырза өзінің бағанағы қалай бизнес бастағанын атап өтсін, сосын біз әңгімеміздің желісін жалпы жастар бизнесті қалай таңдау керек, неден бастау керек, нені анализ жасау керек, соған кішкене бір тоқталсақ. Тәке, сөз кезегі өзіңізде бизнесті қалай бастадыңыз, қалай келдіңіз бизнеске? Қазір істеп жатқан бизнесіміз бізде қосалқы бөлшек дейміз, запчасть дейміз ғой. Осы құрылысқа қатысты, жолға қатысты, сосын не ауыр техника ғой, спецтехника дейді. Сонымен 2005-тен бері айналысам. 2005-тен 2007-де өзім жеке кәсіпкер болып, өзім жеке немді құрдым. Содан бері 17 жыл болды. Осы жұмыспен айналысып келе жатырмыз. Құдайға шүкір. Керемет бәрі. Енді ол қиыншылық болады екен оны бастаған кезде. Жалғыз өзім бастаған енді оны. Кейін қасымда інілерім болды, ағаларым болды. Содан бері міне жақсы оборотымыз басында енді. Басында бір 10 мың доллар ма, сонымен бастағанбыз. Қазір құдайға шүкір енді бір жылына бір миллиард оборот бар. 17 жыл бір салада, иә? Бір салада істеп келе жатырмыз осы. Сізде де бір салада, иә? Әлде бірнеше салада? Менде енді бір салада. Оның ішінде бар ғой бөлек-бөлек. Жалпы бір нишаның үлкен жағынан неткенде сол салада істеп келе жатырмыз. Бұл жерде енді көп қиыншылықтарға кезіктік. Басында енді таможня жағынан болсын, тағы да сол осындай логистика қазіргідей мына Болатбек сияқты жігіттер жоқ ол кезде. Әркімге. Иә. Анаған береміз, кейде ол жоқ болып кетеді, оны сұрамаймыз. Сол сияқты кездер болды. Бірақ енді ол кезде жаспыз ғой. 25-тен енді асқан кезіміз. Бірақ енді ол кезде кішкене экономика жағынан қиыншылық болды. Сол кезде бірінші өзіміздің ойыма келген үйім болған соң банкке қойдық. Ол кезде енді курс 120 соң 5 миллион теңге ма кредит алдық. 1-2 жыл оны қайтардық. Барып сұраймын, не болды банкіде? Десем, ой, ағасыз қайда әлі қайтарасыз деп. Сосын 1 жылдан кейін оборотына не жақсы болды, не дерім. Банкіні де қайтардық. Сонымен жайлап ары қарай жолға түстік. Енді қазір жастарға бізден енді бірдеңе білгісі келеді ғой. Адам енді 25-30 жасында бір кішкене экономикадан тарығады екен. Кішкене жетіспеушілік болады. Адам енді біз 40-қа келгенде кішкене экономикадан болған кезде ақыл жағынан жастар өзіңнен асып кетеді. Бұл да үлкен бір не екен. Соны қазіргі жастарға айтатын, мен көп нелерге, тренингтерге барып, ондай бір сабаққа қатысып, не қылмаймын енді өзім енді. Өзім қалай бастадым, сонымен келе жатырмын. Былайша айтқанда біреудің ақылын тыңдап, бір бизнес бастап көрмегенмін. Негізі бәрін өзім енді. Ойымнан не туады, соны істейміз енді. Сосын тренингтерге барсаң айтады, ойбай, туысқаныңмен жұмыс істеме дейді. Мен осы сөзге келіспеймін. Туысқаныңмен істесең бірдеңе болып қалады, қазақтар бірін-бірі алдап кетеді, сөйтіп кетеді дейді. Бірақ құдайға шүкір, мен осы кезге дейін біз өз көп ағайындымыз. 6 баламыз, бірақ 4 ұлымыз қазірге дейін бірге жұмыс істейміз. Бәріміз де ортақ тайқазан дейміз. Әкеміз бар, шешеміз бар, ақылын айтады кезген. Ойбай, берекелерің кетпесін. Соның несі ма деймін, құдайға шүкір, қазір осы күнге жеттік.
бірақ туысқандармен істегенде не істеу керек, мен өзім ойым енді. Бірге бөлісу керек тапқаныңды. Сенде машина бар ма, оларда да машина болу керек. Сенде коттедж бар ма, оларда коттедж болу керек. Соның бәрін өзің орнына қойып, бәрін шешіп отыруың керек. Сонымен Құдайға шүкір, біз міне 17 жыл болды. Ағайындылар жұмыс істеп келе жатырмыз. Сонда қазақтың жастарына айтайын деген, мен негізі туысқанмен істе деген сөз қате деген сондай бір тұжырымға келдім да. Ежеден тезінен жіберген бір-бірін қолдап жіберген ең қомдандар демдетіп ең қомдандар жүрген. Жақсы, рахмет Тәке. Жалпы және жақырақ таныстырып өтейін. Тәке өзі қосалқы бөлшекпен, ауыр банағы автомобильдердің қосалқы бөлшегімен айналысады. Дөке болса құрылыс саймандарымен айналысады, және қосымша бұл кісілердің ауыл шаруашылыққа байланысты және кәсіптері бар. Негізінен бағанағы тренингке көп бармаса да, көп жерде бағанағы шынымен де Инстаграмда оншалықты бір активный емессіздер, бірақ өзінің саласын жартысынан артығын ұстап отыр, өзінің саласын. Сол себепті үлкен бизнесмендер менше кеңестер өте құнды деп ойлаймын. Бұл кісілердің әрбір сағаты, әрбір күні менше қымбат. Сол себепті кеңестерін жақсы бір қоржынға салуларыңызды үміт етеміз. Ал Құмар мырза? Жаңағыдай кәсіп бастауға байланысты бүгін ұлттық кітапханада хабар жазып, менің ана бала кезімдегі армандарым есіме түсіп кетті. Мен тура осы залда отырып бір 1000-ға жуық кітап оқыған шығармын. Мына жерде қай авторлардың кітабының қай жерде тұрғанына дейін есіме түсіп кетіп жатыр. Жаңағы ана жерде тұратын Нобель сыйлығының сериясы бойынша біраз кітап шыққан, аударма бюросы. Қазақ жазушыларының кітаптарын бәрін осы жерде оқып, мен ол кездегі арманым бір әдебиетші болу, әдебиет сыншысы болу деген сияқты сондай бір армандармен жүргенбіз. Сосын 2015 жылы мен алғаш осы автомоданы құрып, содан бастадық. Ұлттық нақыштағы автожабулар. Оған дейін енді әркім бір сол оюды андамында қолданып жүрген, бірақ біз бір сәтті қолдандық, өте танымал бизнес болды, бірақ тәжірибенің жетіспеушілігінен оны бір заводқа алдандық, сондай бір себеппен құлатып алдық. Сосын арғарай бір 3 жылдай ресторан саласында жасадық. Ода былай қарасам сәтсіз, нәтижеге қарағанда сәтсіз аяқтағам. Сонымен осы автомоданың өзі маған жаңағы адам жанына жақын, жақсы көріп деген сияқты әңгіме бар ғой. Маған осы көлік саласы кішкене жақындау сияқты. Осы мен автомодаға мен 3-ші рет оралуым ғой, бірінші рет кетсем де жібермейді. Бірінші рет бастаймын, жақсы болады, екінші рет жаңағы Қуырдақтың көкесі деген асхана ашамын, сосын қайта келем. Қайтадан кішкене қалпыма келе бастаған кезде Төрлет деген ресторан ашып Ақтөбеге кетем. Сосын ол жақта 1 жыл жүрген кезде жаңағы банкрот болып, құлап, жығылып, сүрініп, солай кетемді. Сосын 2019 жыл автомода қайта келем, 3-ші рет оралып. Бірақ сол кезден бірақ бизнесте бір ортақ логикалар жұмыс жасайды. Ол қандай бизнес болмасын, сондықтан ана бизнестегі жинап келген тәжірибелеріміз өте жақсы көмектесті деп ойлаймын. Сосын енді мен ғой көп тренингтерге өте көп қатыстым. Қазақстандағы қазақ тілді тренингтердің барлығын наркоманы болған ғой, бәрін орыстардың да тренингтерін. Ол білімдерді, бір навыктарды жинайсыз, бірақ оны сізге қай кезде көмекке келетінін білмейсіз. Бір уақытта дымға керек жоқ сияқты. Бірақ мен түсіндім, адамға 2 нәрсемен жаңа тренингтер, білімдер көмектеседі. Бірі сіздің жасқа байланысты. Осы мен мысалға бір алғаш бизнес бастап жүрген кездегі бір 20-25 жастағы мен қазір енді уже бізде 35-ке жақындап қалдық, 34-теміз. Қазір мысалға мен денсаулыққа байланысты, ұйқыға қатысты көп нәрселерді енді ғана түсінгендеймін. Өйткені бұрында оқып келдім, бірақ қатты маған әсер еткен жоқ. Сосын бизнеске де қатысты, сондай бизнесте жаңа бір жасқа байланысты қабылдаймыз, екіншісі мен ситуацияға деп ойлаймын. Бір курстарға барасыз, түрлі ақпараттар жинайсыз, сол миыңыздың бір түкпірінде жатады. Сосын бір кезде ана алған білім бір сен ситуацияңмен бүйтіп соқтығысады. Сол кезде барып көмектеседі. Мысалға мен маркетингті 2015 жылдан бастап маркетингке жақынмын. Жаңағы таргетинг дегенне сайттарды қолмен шұқып жасап, таргетингтердің бәрін өзім орналастырған, бірақ жаңағы менде де кез келген бизнесін жасаған кезде бір қолымда бір ақша болды деп айта алмаймын. Осында ағаларымыз бәрі біледі, шағын ақшалар болды, әйтеуір біреуді иландырып ақша таптық, бір алғашқы аздан жинадық деген сияқты. Сосын 2019 жыл тура
алғаш Ақтөбеден келген кезде мен шыны керек жағдайым өте нашар күйде келдім. Осы жерде Думан аға жақсы біледі, біраз жігіттер біледі. Бірақ не көмектесті? Оның алдында ғана бір құлатқан бизнестермен сол тренингтерден, коучтардан алған білім өзіме көмектесті деп айта аламын мен. Содан барып бір тілегімізге, еңбегімізге қарай бір тура кеп тұрған сияқты, бір керек кезде бір керек точкаға түсіп қалдық па, сондай бір жақсы енді өткен жыл нәтижеміз болды деп. Не үшін соншама тренингке бана наркоман болатындай қатыстың? Бір себеп бар ма? Бай болуға қатты желание болды ғой деймін. Айтшы соны. Бір бостан-босқа сен тренингке қатыспайсың ғой. Мен тренингтерге қатыса берген кезде мен өз жалпы ана сол көмектескен сияқты тренингтен бұрыншы ана желание бар бай болуға. Ана оқуға жалпы кітап оқуға деген ол менде бұрыннан бар шамалы. Кітап оқуға сосын тыңдай беріп лекцияларды сондайға жаным жақын. Білмесең, білмейтін сатып ал дейді ғой. Мен көп білімді ойлаймын өмірді. Опытты, тәжірибені кәдімгі сатып алдым деп санаймын да өзім жаңа. Сондықтан енді ол былай сияқты. Бір адамдар кішкентай кезінен жаңа кітап оқып, жалпы естуге, тыңдауға құмар болып өседі. Енді бір адамдардың табиғатында ондай нәрсе жоқ. Логикалар шамал басқаша жұмыс жасайды. Сондықтан енді қазір мен жалпы оқуға қосыламын, көп көмектесті мен. Оқу мен тоқуға көмектестесің ғой. Мен де үздіксіз жаңағы тренингтерге барып бастаған кезде отбасымдағы адамдар, достарым да көп не істемейтін, түсінбейтін, кейбіреуін оқып жүргенімде жаңа қысылып көрінбей барып оқып. Жалпы жаңағы әңгімеміздің төңірегі осы бана бизнес бастауда болып тұр ғой. Қазір соңғы уақыттар маған директке, инстаграмға жазады, ватсапқа жазады, іздеп келеді. Жаңағы аға менде осындай идея бар еді. Соңғы уақытта жиілеп кетті. Идея бар, маған осыншама ақша керек. Мен осы бизнесті бастасам дейді. Жалпы осы төңіректе кішкене әңгіме қозғасақ менше пайдалы болады ма деп ойлаймын. Менің ойым, жеке ойым, міндетті түрде бір үлкен корпорацияда болсын, бір үлкен компанияда, үлкен болмасын, кіші болмасын, әйтеуір бір компанияда, табысты компанияда тәжірибе жинаған дұрыс сияқты. Әсіресе қандай бизнес бастайсың, сол салада жұмыс істеп көрген. Мысалы, мен өзім қазір логистика саласындамын. Қазақстан транспортный компаниясында, Қытайдың, сосын Данияның, Европаның транспортный компаниясында істеп, толыққан тәжірибе жинап болған соң бір деңгей келген кезде өзі келген сияқты да бизнес. Сол сияқты еще және табандылық керек сияқты. Жаңа қарап отырмын, 17 жыл бір кәсіпті істедім дейді, жаңа 10 жыл сондай бір кәсіптен істей берген сайын эксперт бола бересіз. Жаңағы соны білген сайын, тәжірибеңіз көбейген сайын, бағанағы шешімдерді дұрыс қабылдайтын боласыз деген сияқты ғой. Сол себепті осы туралы кішкене ой жүгірсеңіздер, Тәке, алдымен әңгімені сізден бастасақ, жалпы осы қалай ойлайсыз, бизнесті неден бастау керек? Қалай бастау керек? Әлде бірден бастаған жөн ба? Әлде туысқандарды ертіп келіп жаңа сіз айтқан сияқты қалай ойлайсыз? Жоқ, шынымен тәжірибе ғой сіздің? Енді бұл жерде енді оны жаңа өзің айтып кеттің ғой. Адам өзіне сенімді болу керек қой. Мысалы жаңа бірдеңе бастайын деп оны. Сен сұрап келгенде айтарсың, сен қашанғы сенен сұрайды ол. Бір рет айтасың, екі рет айтасың. Бастаған дұрыс. Әрқандай адам бірдеңе істеу керек деп жүрсе жүре береді ғой. Ол жігіттерге енді құлағының алтын сырға осындай жұмыс істейін деп кішкене әрекет жасап, осындай ізденіп сұранғанның өзі де үлкен. Ол бір алдыға келушілік дейміз енді. Сол енді бастағанда енді өзінің обороты болса кішкене ертең кредитке кіріп кетіп, кредитіне алып қалған, артына қалып, ол да бір үлкен еді. Сосын кішігірім неден бастау керек қой. Қатты бола шамасы келмейтін нәрсеге асылсаң ол көтере алмаған шоқпар басқа да артқа да тиеді дейді ғой. Сол сияқты әрқандай жастарға айтатыным енді өзінің шамасына, деңгейіне қарай. Өзінің енді жаңа сияқты Болатбек айтпақшы, соны кішкене зерттеп, сол салада жұмыс істеп, жоқ дегенде бір 2 жыл, 3 жыл, соның бәрін қайдан келеді, бұл қалай не қылам, ертең бірдеңе продюсер бірдеңе өндіріс, серо қайдан келеді, басқа жақтан келе ма, жоқ, осы Қазақстанда бар ма, соның бәрін мен ойлаған соң зерттеп алған дұрыс деймін. Біз жұмыс бастаған кезде енді қиыншылығы қатты болды енді бұл кезде. Сол кезде үлкен компаниядар болды, осы қазірде бар енді сол компаниядар. Ой, сендерді бүйтіп жібереміз, құртып жібереміз, сендер бұлай ең арзан тауар алып келесіңдер деп
не кылат енді олардың рекламасы жақсы енді. Үлкен осы Алматыда ойып тұрып орын алатын сондай фирмалар болған. Осы менің саламда. Техниканы да сатады, қосалқы бөлшекті де сатады. Олар енді сол кезде енді ақша бар оларда. Қытайдан қолдайды. Кеп тұрған заттардың бәрі заводтан келеді. Сонымен біздің әкелген тауарларды айтады олар. Сендердікі не дейді, подделка мен айтам. Ол енді кейбір заводтың недер бар, өте қымбат енді. Оны біздің халық Қазақстандағы ала алмайды. Өйткені жолы бар, жаққа келеді, несі бар. Оны енді өте несі асып кетеді. Енді ол содарды әкеп олар сатады біздікі заводской фирменный товар дейді. Сияқты енді сондай кейін әйтеу қазір енді Құдайға шүкір бәрі көз жетті халықтың, білет бізден. Біз келеді, бізге көбінде тендермен келеді, тендермен жұмыс істейсің. Жоқ, біз тендерге қатыспаймыз дейміз. Өйткені тендерге түсу үшін, тендердің товарын сату үшін сенің товарың арзан болу керек, качественный. Оларға айтады, бізге саны болса болды дейді. Не жағында неміз жоқ дейді. Бағасы төмен болу керек, болды, өтуің керек. Біз айтамыз, жоқ, бізде ондай товар жоқ. Бізде көп адамдар келеді, мынау қандай мынау. Одан айтасың, сұрайсың, өзіңізге ма, жоқ, фирмаға алып жатсыз. Жоқ, мен өзіме десе, жақсы. Қазір енді логистика білесің ғой товардың. Судың өзі сол жақтан алып келу үшін қаншама жолы бар, несі бар. Егерде мен осындай суды бәрібір алып келем, сол ақшаны төлеймін. Растамашкасына болсын, жолына болсын, бәрібір соны төлеймін. Бірақ енді сонда сапалы су алып келуім керек қой, таза. Сондай ақша төлеп, сен бір ештеме жарамайтын нәрсені алып келу кішкене халыққа да ыңғайсыз деп ойлаймын. Тәке, мысалы, жаңағыдай жас жігіттер, жас балалар келсе, бизнеске қатты қызығатын, істегісін идеясы болса, егер ол менен сұрайтын болса, мен былай жауап беретін едім. Немесе жаңа бір үлкен корпорацияда бір бизнесте жұмыс істе, сосын қайтып кел деп. Немесе қалтаңда 500 мың теңге бар ма, 300 мың теңге бар ма, сонымен істеп көр өзің, сосын нәтижесін көр, сосын нәтижесімен маған кел деп. А сізге сондай сұрақпен келсе не істейсіз мысалы? Бір керемет идея бар аға, жаңағы не істеймін? Енді ол дұрысын. Қазір көп жастар келеді, менде осындай идея бар. Сіз кішкене көмектессеңіз деп. Бірақ арасында болды енді көп адамға көмектестік, бірақ ол жастар кішкене өзінің жолын ашып алғанша сондай болады да, одан ары қарай енді. Енді оны тұстап тұра алмайсың, жолың болсын деп ары жібересің. Сол сияқты енді жігіттерге негізі қолдау көрсеткен дұрыс, негізі қолынан келе ма, қолдап, қуаттап, ары қарай жолын өзі табады. Құлақтарыңызға алтынсыз. Тәкеге келіңіздер. Жақсы. Тәке, өзіңізде қандай бизнес бастау туралы ойлар? Енді жаңа тәкеңді айтып отыр ғой енді. Жалпы бір адам сол өзің жаңа қызыққан, жақсы көрген, сүйген кәсібін бастау үшін сол саланы жете меңгерген дұрыс та. Енді ол бірінші рет істеймін деген адамда өзінде қаражат болмауы мүмкін, тәжірибе аздау болуы мүмкін. Сол үшін басқа бір кісінің, басқа бір қожайынның қол астында жұмыс істеп көру керек те. Сол өзі істеймін деген кәсіпті тамыр-тамырына дейін жете түсіну керек. Ол саланы білу керек, қай жерде өтетінін, сосын кімдер, мысалы енді жалпы біздің енді сала қалса, бизнес саласында болса, клиенттер қай жерде, кімдер сатып алады, соны жақсы біліп, игеріп, сосын барып, ары қарай өз кәсібін ашуына болады да. Өз кәсібін ашқанда да адам шама-шарқына қарау керек. Бірден енді ол адамда енді жаңағындай не болмау керек енді, әл-ауқат болмау керек. Сондықтан бір істеймін деген адамға мүмкіндік қай жақтан, мысалы Қытайдан әкелу үшін ол жақтың жағдайын білу керек, қытайша білу керек, Россиядан әкелетін кісілерге сол жақтың жағдайын білу керек, таныс-тамыр табу керек, мысалы Түркиядан, жан-жақтан өзінің мүмкіндігіне қарай сол тауарды тарту керек та, өзінің кәсібін, істейтін кәсібін енді мүмкіндігі қарай. Мен мысалы енді жасыратын түк жоқ, бізге енді сол Қытай жақпен істеген біраз тиімдірек болды да. Мен әйтпесе енді Қытайда мүмкіндік өте жоғары болды. Әзір енді істеп келе жатырмыз, өзіміз саламызда енді Құдай шүкір дәрежеге жеттік десек те болады. Соның енді ақырында біз енді бұл строй материалдың өзі сан-саналы ғой. Және де бір екі түрін қосып жатырмыз енді.
сол саланы да ақырын монополияға алсақ па деп отырмыз енді. Бұл енді басқа жағынан қараған кезде мен енді 2014-те өзім Россия нарығына да шыққам. Сол жақтан өзімізге жаңа тиісті ламинат заводына барып келісіп, договорға отырып таси бастағанбыз. Бірақ Россияның нарығына кіріп істегенде бізден конкурент үлкен болды, жасыратын түк жоқ. Олардың айлық таситын вагоны 20-30 вагон болды. Біз енді алғаш бастаған кезде 3 вагонмен бастадық. Бір жазда сататымыз шамалы бұл 8-де ғана болды. Өйткені біздің енді ол кездегі таныс клиенттеріміз дәл сол жаңағындай кәсіпке келіп тура келеді. Сол саланы сатып алатын клиенттер бізде аз болды. Бұл енді 3 жылдық дегеннің себебі сол сала бір мезгіл істегеннен кейін адам өз клиент жинайды. Жинап кеп 50%-дан асқаннан кейін 70%-ға жетті, онда уже монополия деген болады. Сол кәсіпті игерген болады. Сондықтан жаңағы бір адеп бастайса, бұл бірден клиент жинап алам деген енді көбісіне мен өз басым сенбеймін. Сөйтіп кеп ақырында енді бұл саладан біз басқасын өзгерттік Россияның нарығында. Өйткені ол жақта енді бұл завод берген кезде де объемға қарап береді, жасыратын түк жоқ енді. Әл-ауқат болу керек. Ол кезде бізде енді ертерек заман болды. Складымыз кішкентай болды, расходымыз көбірек болды Алматыдағы. Енді бұл жерде көбісі істегендер әл-ауқат жинап алғаннан кейін склад үлкейтіп, өзі жер сатып склад салады да, сосын оборотын күшейтіп, сонымен ақшаның күшімен басып салуға болады да, көп нәрседен. Бұл бірақ кейбіреулер ойлайды, бұл жерде енді ақшаның күшімен бір жүріп тұрған тауарды алып кеп нарыққа салам дейді да. Бірақ бұл жерде олдан тәжірибе жоқ болса, ол базарға шығарады. Және де бекер ол. Іске аспайды. Бізге қаншама адамдар конкурент болды, ортадан қосылды, жаңа тауар әкелді. Бұл тауардың да өзінің сиқыры болады. Әртүрлі. Оны жете түсіну керек әр адам деп ойлаймын. Сиқыр болғанда оны мысалы қолданатын жер болады, оған қосымша кететін материалдар болады. Соның бәрін бүкіл шүгесімен толықтап әкелгенде ғана нарықта өзінің орнын ұстап тұра аласың да. Ал енді ортада қосылған адамдар бір мезгіл істейді, склад ұстайды арендаға, сосын ол өзінің ақшасына сенемін деп ойлайды. Бірақ істей келе оның расходы көп болады да. И клиенттер жоқ болады оның. Сосын ол 6 ай шыдайды, 1 жыл шыдағаннан кейін ол кәсіптен пайда таппағаннан кейін, маржасы болмағаннан кейін, сосын уже ол кәсіпті қайта шегінуге болады да. Шегініп кетеді. Енді жаңағы тақырыпты жаңа өзің қойып отырсың ғой. Бір кәсіпті қалай бастауға болады деген кезде, менің де айтарым дегенім енді бір кәсіп істейтін адам, және де айтарым сол енді. Сол табанды, шыншыл, арғай белсенді болып, сол өзінің кәсібін сүйсе, нәтиже шығады, ұзақ істегеннен кейін. Ешіден шетінен жіберген, бір-бірін қолдап жіберген, ең қолдауындар демдетіп, ең қолдауындар жүрген. Менен жаңа бастаған екен, қалай бастамау керек екен айтайын деп. Соны айтыңыз, қызық болайын деді. Негізі шынымен дұрыс айтады. Бізде бірінші бастаған кезде шынымен ешнәрсе білмедік, ешқандай тәжірибеде болған жоқ, ешкім қол астында істемедік, керісінше. Сол істемеген сайын көп затты білмей, басында сондай қиыншылықтар болды. Бірақ таяқ жедіңдер ғой. Иә, солай болды. Бірақ жаңағы мен келсем, бірінші жұмыс істеу керек, сол салада түсіну керек, тану керек, зерттеу керек деген сияқты. Мен басында бастап алдық, 2 жылдан кейін енді соған ұқсас сала кішкене терең зерттей барып, қайтадан жұмысқа тұрғам да негізінде. Тура сол сала болмаса да, Макдональдс бізде істеп жатыр ғой. Мен соған жұмысқа тұрғам. Өйткені мен тренингтерге де бардық, бәріне де бардық негізінде. Бірақ шынымен ішінде көріп жұмыс жасау ол мүлдем басқаша екен да. Мысалы маған да 5 жыл бұрын бізде мен де сөйтіп жүретін, бизнес бастау үшін не керек деген сияқты. Бірақ қазір бүйтіп қарасам, адамдар айтады, сүйген ісін табуын басында шынымен белгісіз да, нені сүйетін, өзін не сүйетін білмейсің. Бірақ мен қолдайтын жұмыс жасау керек. Егерден өзін не сүйетін білмесең, бірінші саланы көре беру керек сияқты. Мен өзім бірінші саланы көрдім. 5-6 саланы көрдім. Бірақ бәрі бірде айналып келгенде өзім жаңағы табиғатта активно дем алғанда ұнатын болғаннан кейін осыны өзім болсам ұнататын болдым. Өзім мысалы тауға шыққан жақсы көремін, сноуборд кішкентайымнан тебем, велосипед менде үнемі болатын да кішкентайымнан. Өзім осы салаларды ұнаттым. Рыбалкаға барамыз,
жалпы осы активный саланы ұнаттым, бірақ ұнатсам да жаңағы машина сатумен айналысқам. Машина сатқанды сатып жүрдік, былай бәрі жақсы, бірақ білмеймін, өзіңе ана жатпайтын сияқты да. Бір нәрсесі ұнамай тұрады, в общем, түсінбеймін неге екен. Одан кейін ең жоламайтын кәсібім мен өзім, мен точно ресторанға жоламаймын деп па. Общепит оған точно жоламаймын. Мен де жоламаймын. Ол сондай сала екен. Шынымен ол ішіндегі детальдарын жақсы көрмесе, мысалы, шынымен каждый пиязды санамаса, он қиын екен. Сондықтан оған жоламаймын точно. Бірақ когда енді кішкене өсіп, кішкене ой қалыптаса бастаған кезде, Макдональдсқа жұмысқа кірген кезде, маған басыма некий понимание пайда болды да. Во-первых, үлкен компания жұмыс жасаған, кәдімгідей бір кәсіптің, әлемдік кәсіптің қалай дамуына белгілі бір өзімді түсініктер алып кетті. Сосын адамдар мысалы айтады ғой, өзім не ұнататынымды, неден кәсіптен бастайтын. Шынымен егер де білмесе, мен бәріне Макдональдс кеңес беретін едім. Макдональдс ол үшін әлемдік бренд. Бізде 45-50 жылдар ең соғыстан тұрып, адамдар одан кейін ашаршылықтан өтіп жүрген кезде 1920 жылы Америкада франшиз сататын еді. Біз франшизаны ең түсініп отырмыз. Олар 1920 жылы франшиз сататын. Walmarttың 100 жыл бұрын, Walmarttың бастаған Walmarttың өзі ең бірінші дүкенді франшизаға алғанда, магазинді сөйтіп бастағанда ол. Сондықтан мен ойлаймын, егерден түк идея 0 болатын болса бизнес бастауға, сол Макдональдс істеген жақсы болады деймін. Өйткені оның ішінде барлық бизнес процестер бар, регламент бар, стандарт бар, жұмысқа алу, қалай жұмысқа алу керек бар, қалай басқару керек, структурасы бар, ішінде внутренний IT-системасы қалай жұмыс істейді, сон скорость, сервис, гостеприимство деген бәрі бар да, негізінде бүйтіп. Оны былай мен түсінгенім, сояқта жұмыста коллегалардан сұрайтын ғой, олар айқасы оны адам егерден өзінің өмірде андай бір фильтрі болмаса, мынау қалай деп ойламаса, оны түсінбейді екен, өмірден өтіп кете береді. Ал егерден мен ол жерге барған кезде мен конкрет цельмен бардым да, мен үйрену үшін бардым. Барған кезде көп заттар өте гениальный түрде істелінген да Макдональдста. Қарапайым мысалы жұмысқа алу, мысалы сіздер жаңа айтып отырсыз ғой, сенім, оларда сенім бар, бірақ сенімге кіру үшін өздерінің фильтрлері бар екен, кімге сенуге болады деген сұрақтардың нақты жауаптары бар. Өйткені олар мысалы Америкада ашылса, ол Қазақстанға келді, Қазақстанда ертең ол Қырғызстанда да жұмыс істейтін модель да. Сондықтан ол өзінің конкретный шагтары сондай бар екен. Өте қатты таңғалдым. Өзім әулие Рэй Крок деп кейде сыйлап тұрам. Рэй Крок ашқан ғой. Жалпы содан кеңес беремін, Макдональдстан. Егер түк идея болмаса. Макдональдста бәрі бар, маркетингте бар, бәрі бар. Бүткіл бизнес процесс бар. Дайын мектеп. Ең бірінші тренинг емес, ең бірінші Макдональдсқа бару керек. Сосын білмеймін, тренинг оқитын, оқымайтындар. Мен өзім оқыдым, пайдасын көрдім. Ертең күні Макдональдстың алдында очередь тұрмасын, жаңа собеседованиеда қалады. Жалпы негізі үлкен корпорациялардың барлығында жақсы тәжірибелер топталған, жиналған. Негізі қызметі тек қана ақша табу үшін емес, бана кәсіпті үйрену үшін де баруға болады, кездеген кәсіпте. Жақсы, Құмар мырза, жалпы өзің ойың бұл жаңа бастау туралы. Бизнес бастау деген жалпы бизнестегі ең бір актуалды сұрақ сияқты. Жалпы мен ойлаймын, бизнес деген ол сату. Қазір бір ақпараттың тасқыны өте көп та, адамдар көп бір табысқа жетіп алған бизнесмендерді бәрін көріп алады да, сразу жаңа бір асығу бар сияқты. Мен білем, мысалы қанша табысты кәсіпкерлермен былай бірге бір отырып сөйлессең, әрқайсының өмірінде бір үлкен қиындықтардан өтіп барып келген да, бір жеңіл бір тақтайдай жолмен келген кәсіпкерлерді сирек шығар. Сондықтан ең бірінші екі нәрсе, бір сатуды үйрену керек, алып сату. Бірден өндіріс, жаңадан бастаған адам қолынан точно жаңа не келмейді, ресторан саласы деген сияқты. Қолына мүлдем келмейтін, мысалы, сервиске, өндіріске бір нәрсеге жоламай қойған дұрыс. Ең бірінші сатудағы өзінің ішкі комплекстерін жеңіп, тәжірибесін жинап, ал сатудың аясында барлығы кіріп кетеді. Жаңа команданы да сатудың аясында топтастырасыз, маркетингте соның арасында, ақшаны жұмсауды да сол жерде үйренесіз. Сондықтан бірінші кезеңде алып сатуды үйренесіз. Сосын екінші кезеңде жаңа 10 000 сағат деген нәрсе ол тегіннен тегін шыққан нәрсе емес. Сондықтан бір 3 жыл кем дегенде өзіңнің бір болашақта табыс табамау деген салада ол жүру керек. Соңында эксперт болған жағдайда сіз ары қарай
сіз белгілі бір саланың эксперті боласыз, немесе бір ортақ ұғымдардың, түсініктердің бизнестің айналасындағы соның бір эксперті түсінетін деңгейге жетесіз. Сондықтан жаңағы Бақберген айтқандай бір толыққанды, тарихы 100 жыл ма сондай бір толыққанды бизнестерден мен ойлаймын іс тәжірибеден өткен өте дұрыс. Сосын ары қарай екінші кезеңде көп жаңадан бастайтын адамға нетворкинг керек, тыңдай білу керек, алдындағы бұндар сіздің басып өткен жолды біреу осыған дейін басып жаңа ойлы шұңқырына түсіп шығып кеткен адамдардан мен ойлаймын жақсы тәжірибе жинауға болады. Сондықтан енді бұл жерде қазір бизнесте бір ортақ ақпараттар берілетін сияқты, әркімнің енді өмірді қабылдауы, түсінуі арқылы біреу жөргөктен даритын бір адам, әркімде әртүрлі бір не бар, мінез құлқы бар, білім деңгейі бар, IQ деңгейі бар, эмоционалдық деңгейі бар. Сондықтан әркім бір өзімен сөйлесіп, болашақта қай сала жақын деген сияқты бір ойларға келіп, мен сол салаға бойынша бір эксперттік деңгейге көтерілгеннен кейін ары қарай бизнесте қиналмайды. Ал жаңағы өте көп бизнестер бірінші жылда жабылады дейді. Мысалы мен ойлаймын, сол енді бір жағынан тәуекелмен бастап кеткенде жақсы, бірақ сіз ол жолда бәрібір көп жоғалту болады, уақыттың жоғалтуы болады, ақшаның жоғалтуы болады. Сіз жоғалтып бастағанша жаңағы асықпай эксперт деңгейіне жетіп, сосын барып шағын қаржымен бастап, бірден кредитке кіру емес, бір бастап көру, әрекетке көшу. Мен ойлаймын, сол кезде барып бизнестің жолы оңайырақ болатын сияқты сол кезде. Түсінікті, керемет. Жалпы жаңадан бері бизнесті қалай бастау керек екен, қалай бастамау керек екен бағанағы әңгіме құрып жатырмыз. Жалпы негізі егер адам жақсы өмірге талпынатын болса, ойы сергек болып жүретін болса, шыншыл, адал болатын болса, жалпы бизнестің табысқа жету мүмкіндігі жоғары болады ма деп ойлаймын негізі. Сол себепті арзан ақшаға өзінің беделін айырбастамай, ақырындап бағанағы үйреніп, эксперт болып, жаңа өзің айтқан сияқты, ақырындап бизнес бастай беруге болады деп сенемін. Қазір енді келесі тақырып, жаңа дүкенді әңгімеге тартқым келіп отыр, себебі жаңағы өзің құрылыс саласында, жаңа потолкқа қатысты жатқандай еді. Армстронг жалпы нарығының негізінен монополияда болыңыз, көп мөлшерін алып келіп таратасыздар. Жалпы өзіңіз айтып отқандай, соны бірнеше миллион теңгемен, бірнеше мың доллармен бастадыңыз басында. Жалпы қалай масштаб жасайсыз? Жаңа сіздің басындағы әңгімеңіз өте қызықты болды. Өзіңнің өлетін жеріңді білу керек деген сөзіңіз бар ғой, шынымен де. Сол қарсы жағыңызды или шпион жібересіз ба? Жоқ, шын айтамын. Жоқ, әлде жоқ, қалай өлшейсіз, қалай зерттейсіз, соны бір бөлісіп берсеңіз, ол мүмкін көп адамдарға қызықты болуы мүмкін. Жалпы енді нарықтен қарап тұрсаңыз, бұл енді базар бір бақ бөлек дейміз ғой енді. Негізі мен өзім былай бүйтіп, осы өзіміздің саламызда істеп жатқан кісілерге де былай ондай бір іштарлық танытып, жұмысында бүйтіп құлақ басау деген ондай ой жоқ та. Наоборот, бірге дамыған жақсы да. Бірге дамып, өзіңнің қасыңдағы, мысалы, сол салада істеп жатқан кәсіпкерлер арқылы өзіңнің минустарыңды көре аласың енді. Сол салада түсінесің, қай саладан менде қандай жерде қателік кетті деген сияқты. Енді бір саланы, бір кәсіпті, бір тауарды алайық, енді сол дамыту үшін бір қанша адам болған жақсы, сол кезде барып өзіңнің, мысалы, нарықтағы болсын, жаңағы сұранысқа ие тауарды білуге болады да. Тек қана өзің осы саланы дамыттың, шегіне жеткен кезде уже ары қарай асу болмай қалады да. Қызық болмай қалады, ары қарай ешқандай не болмайды. Сондықтан бұл енді әр кәсіпте біз енді Қазақстан нарығында енді Құдай шүкір, Алматы мысалы енді монополист қала болғаннан кейін енді ол орталық қой енді. Біз енді Алматыдан көбінде басқа облыстарға кетеді. Біз енді ең алғаш кәсіп бастаған кезде енді құпия болмаса да айта берейін. Біздің осы Армстронг саламызда бір қанша адамдар болған. Жаңағы Ұйғырда болған, Дуганда болған, өзіміз жақтан келген ағаларымыз бар. Бір қанша қазақ кісілер болғанбыз. Енді мынау Россияның нарығынан бөлек та, заводтан тасиды, Қытайдан тасиды. Осылай істей келе, бір 2006-да мен осы базар нарығына шықтым. 2009-ға дейін менде почти жаңадан бастадым десем де болады.
сол кезде енді кішкентай объем болды енді. 2009-да мен біраз істеп, сосын заводқа шықтым. Заводқа шыққаннан кейін заводтарды аралап, ол жерде ортадағы алып сататын адаммен заводтың ортасында көп айырмашылық бар екенін білдім да. Баға жағынан, сапа жағынан, келу қайнары, ол келетін уақытты бәрін. Сондықтан енді көп іздену керек деген себебім де сол да. Сөйтіп барып, ең мықты заводтарды таптым. Ең номер 1 деген заводтар. Олардың бәрі мен эксперт болсын деп, әрбірімен енді істеп көрдім мен. Бағасы қымбатырақ болса да істеп көрдім. Тек қана армстронг емес, ламинат тасыдық, фанера тасыдық. Осы ламинаттан да, мысалы, Шанхайда 300 қанша завод бар. 300 қаншасының ішінде енді мына BR дейді, Кайлай дейді, және бір қанша ең номер 1 заводтар. Оборот жағынан, үлкен жағынан Америкаға, Канадаға, Россияның нарығына, Кореядан тартып, бұл бәленбай 1,5 миллион квадрат сондай жіберетіндер. Ең үлкен заводтар бар. Солардың бәрі менің тәжірибе болсын деп мен істеп көрдім әтеге. Бірақ айналып келгенде ол жерде товардың өзінің стандарты бар. Қалыңдығы, тығыздығы, үстінде килограммына байланысты сапасы бірдей болды. Бағасы шамалы қымбатырақ. Кейбіреулер уже жаңағыдай өздеріне былай атақ, абырой жинағаннан кейін кейбір заводтар өзінің бағасын төмендеткісі келмейді. Сондықтан енді олардың бағасы қымбатырақ болады да. Ал енді жаңадан клиент тартқысы келеді. Мысалы, бір елден келді, Қазақстаннан келді, дейік, Қырғыздан келді дейік, соның өзіне тартқысы келіп, сонымен партнер болғысы келетін заводтар тартады, ол кезде лайықты бағасын береді енді. Оларға да енді ойыңды түсіндіріп, ары қарай тереңдеп жұмыс істейсің де. Сөйтіп 2011-ге барғанда біз уже күшейдік. 2011-де күшейіп, өзіміздің оборотымызды почти басында бір 4-5 вагон болса, 2011-ге барған кезде бірден 20 неше вагонға көштік. Таситымыз жылдық. Иә, ол кезде келді. Бір вагонның өзінде бәленбай 10 неше мың квадрат келеді. Сосын 2012-13-ге барған кезде және де күшейіп, 1-2 ағамыз шегініп шықты. Анау жаңағы Дунган, Ұйғыр бәрі кіргізе алмай қалды. Өйткені олардың көбі ортадан алады да. Біз арғы заводқа тереңдеп. Себестоимость түсіруге жұмыс жасаған сол бағасын біздің бағамызда лайықты. Сосын жаңағындай ол кісілер бізді менен алып сататын болды. Ол кезде біздің оборот үлкейді. Бір жылда 49 вагонға бірақ көштік. Почти бір сұраныстың нарықтағы 70%. Мен сұрасам ба? Маған қызық болып кетті. Қараңыз. Сіз басында не айтасыздар жаңағы заводтан алып, ал именно сату процесі қалай болады? Мысалы, бір точкада тұрсыз. Бір точкада тұрсыз. Сол точка тұра бердіңіз ба? Бір вагонмен сол точка, 50 вагонмен сол точка болды ма? Бір складтан. Склад үлкейе берді ме? Қалай болды? Склад үлкейе береді, иә. Бір жерде тұра бересіз. Иә, складыңыз үлкейе береді. Енді бұл жерде Алматыға келеді, Алматыда, бірінші Алматыда СФХ-ға келеді. СФХ-дан үлкендеп склад аласыз. Оны жан-жаққа өзіңіз складқа келіп түсіріп, расход көбейтпейсіз. СФХ-ның өзінен таратады. Жан-жаққа. Сату маркетинг жағы қалай болды сіздер? Біз қазіргі бизнесмендердің ең көп қолданатын термині. Сіздер ол қалай тараттыңыздар? Клиентті қаяқтан таптыңыздар? Құмарамен біз мысалы енді трендтерге қойып қатысты ғой енді. Ол енді барысын түсінді. Ол кезде менде енді былай, өзімде былай бір кісілер баяғыдан айтатын осы. Бұл сауданың екі түрі болады деп. Бірісі төбесімен кетеді, енді бір түрі бар, сауданың астарын көру. Астарлы сауда дейді. Астарлы саудадан адам, соны бір көре білетін адамдар бар, астарлы саудадан. Көре алмайтын адамдар бар. Мен жота көре алмайтын адамдар, астаны, ондай адамдар қара дүрсін болады. Енді ашық айта берейін, көп нәрседе ұрылып қалады. Банкротствоға кетеді, ақшасы жаңағы жел күшіп кетеді да жаңағы. Мен не үшін жаңағы бір кәсіп бастаған кезде зерттеп алу керек деп, сол саланы жете түсініп алу керек деп. Ондай жағдайда жаңағы адамдар көбін байқамайды жаңағындай бірден ұрынады. Ол салада нәтиже шықпағаннан кейін уже ақшасы да кетеді, уақыт та кетеді. Адамда жаңағындай жалқаулық пайда болады. Содан кейін бір кәсіпке қызығушылық болмайды ол адамда. Ал енді мына енді көп түсінген жағдайда одан кейін астарлы нәрседе енді сауданың бір адамдар болады, баяғыда сондай қазақи жолмен айтқанда қырағы дейміз ғой енді. Сауданың астары болады. Оның астары дегенде бұны енді бұл көп адамдар ойлайды. Бір нарықта бағасы мынандай екен,
бұны мен мынадан кіргізсем, мысалы 1000 теңге сатылады, 1300 теңгеден тасып әкелсем, мен уже нарыққа шыға аламын дейді. Ол қате нәрсе де. Бұл жерде сол саланы кәсіпті әбден зерттеп, кім істейді? Қандай адамдар істейді? Қандай корпорация, қандай компания тұр? Сол компанияны жақсылап танысып, ол компанияны кімнен қайдан әкеледі, қай заводтар? Бағасы қандай, жолы қандай? Керек болса, растамашқа дейін білуге болады да. Соны тіке зерттеп, оның алған тұрғаны дейін келу бағасын әбден жете білу керек. Білгеннен кейін барып нарыққа шығуға болады да. Енді қарап тұрсаң, бұл енді жаңағыдай бірден адагенде бастағанға түсініп кетпейді. 3 жылдық деп мен жаңағы уже қайтадан келіп отыр да. Процесс. Бұл кісі қайта жаңағы өнім түсіруге әңгімені бір алып келе берді. Өз неге сол жақта көп жұмыс жасауға болады. Содан енді неге қарап тұрсаңыз, енді оборотта жалпы соның ақырын үлкейді. Құдай шүкір болды, дәрежеге жеттік. Сол 2013 кезінде уже тәуір дәрежеге жеттік өзіміздің нарықта. Енді қазіргі жағдаймен Құдай шүкір сол ұстапқыны бірмен ұстап келе жатырмыз. Енді былтырғы жағдаймен пандемияға байланысты Қытайда біраз нарықтар, темір жол нарығында да өзгерістер болып, план орындалмай қалған жағдай болды. Енді бірақ дәл қазіргі жағдайда енді объем бар, жетерлік қазіргі жағдайда. Менде бір сұрақ болып тұрды, 2013 жылдан бері позиция сізде болып тұр ғой айтқан бойынша. Сонда 13-тен бері 21 қанша? 8 жыл болды ма? Қанша? 8 жыл сол номер 1 болып жүрудің не сонда? Сыры. Позицияны нарықтағы бермей қоюдың. Бағаны төмен ұстау ма? Бағамен қағылықты айтып отырғанымыз ғой. Қазір сол СХ жақпастар ма қазір? Нарық ашық жерлейсіңдер ма бұны? Кейбірден негіз айырым айту керек біраз. Жоқ, оны сізге жібереміз алдымен. Алдымен сізге жібереміз. Кейбір нәрсе шығармай қойыңдар, болмаса бөлек әңгімелесек болады. Сол үшін тартатырмыз ғой сізді. Сіздерді. Енді мен бұлай... Жоқ, может, бұл жерден бір нәрсе шығып отыр да, бүткіл сырыңды, жырыңды конкуренттерге шашпау керек деген бұда бір саясат шығара. Бүгісін айтқысы келмей отқан бизнес үшін дұрыс. Дүке нормально нәрсе айтып отыр. Жоқ, мощно, мен өзім кәдімде ойланып отырмын. Мен енді, мысалы, бір кәсіп істесем, өз басымда, жеде зерттеймін, көп нәрседе ізденем. Алдымен осы жердегі нарықтағы бағасын білдім. Сосын мен заводтың өзі заводқа шығам бірде. Бұл завод шыққанда да, заводтың да бұлай жаңағыдай Құмар ініміз айтып отыр ғой, алданып қалдық деп. Ол заводтың ішінде де әл-ауқаты нашар. Мысалы, әл-ауқаты нашар дегенде енді оборот кішірек, сол шикізаттың келу қайнары жоқ, сосын жаңағыдай мүмкіндік аз заводтар бар да. Ондай заводтар істеу өте опасно. Бағасы арзан болса да, тура сол менде қайталанған. Өте опасно. Заводты тіке зерттеу керек енді. Мен сол жағына қатты бір көңіл бөлемін. Қазіргі жағдаймен 2 жылдан бері пандемияға байланысты біз енді заводтарға бара алмай жатырмыз. Бұрынғы менің бірінші кәсібім заводқа жылына 2 рет бару. Сіз бір заводқа барып тұрсыз, бірінші завод жыл сайын көре бересіз ба? Разный заводтар көремін. Мысалы бір заводпен жұмыс істеп жатсыз, ол мысалы 1000 теңгеден беріп жатыр, тағы бір завод іздейсіз, кім 900-дан береді, кім 1100-дан береді, бірақ зерттей бересіз әйтеуір. Зерттей береміз, бірақ мен негізі бұлай істеп жатқан заводымды жоғалтпаймын. Бірақ басқасында бет қарап жүресіз. Басқа заводтарды әкеліп салыстырып, сонымен салыстырып, бір-біріне неғып, бірақ конкурент алып, чтоб ол заводта сенің осы саланы жете меңгерген, біледі осы саланы біледі-ау дегендей ойда болсын деді. Әйтпесе енді кейбір жағдайда бұл нарық, Қытай нарығы үлкен, расход көп. Қазіргі жағдайда Қытайда еңбек күші қымбаттап кетті, тоқтың бағасы да қымбаттады, шикізат қымбат. Соған байланысты көбінде баға өсіру болып отыр. Ал бұл өсірген кезде де соны жете зерттемесеңіз, ары қарай көптеп қосып жібереді. Мысалы, мен істейтін заводтарда мен енді жасырмай қойым, міне маған даже Қытайлар өздері айтады, завод бағасын өзің қой дейді. Маған өзің айт дейді. Сол деңгейге жеткізгенде керемет. Бұл адам күші белгілі себестейміз. Мен тоннасын білем кейбір нәрсені. Нарықтағы қазіргі ол заводтың Қытаймен сұрамай қоймыз. Шикізатқа керек шығындарды. Керек шығындарды 2-3 Қытайдан сұраймын да, тоннасын қанша деп бағасын біліп, есептеп, адам күші өзіне санап беремін десеңіз, заводтың тоннасына төлейтін ақшасы бар, олардың жұмыскерлері. Төктің анау-мынаның расход енді қатты көп болмайды, біз шикізат пен адам күшіне байланысты. Соған байланысты мөлшерін әкеп, санап әкеп, енді Қытайға да оларға да пайда көретіндей қылып айтсаңыз,
ас өтеді да. Былай айтқанда ана кітаптарда көп оқитын еді ғой, открытая политика дейді ғой. Мысалы сіз жақпен енді бұл екеулеріңіздің арасында открыт, басқалар ешкім білмейді. Бірақ андай кітапта айтып жатыр, мына завод бәрін айтады, мына завод бәрін айтады, бір-біріңіздің сол значит тиімді болып енді бір мезгілде мысалы мен енді бұрын істеп жүрген заводым бар, қосымша және бір мықты завод пайда болады орталықта нарықта. Ол заводпен істеу үшін екеуіне де бірдей объемды заказ берген күндер болды. Екеуін таластырып 30-30 вагоннан жаңағыдай объем бересіз, бірақ екеуі де баға береді, жаңағыдай бағасын береді, бірінікін біріне көрсетесіз, енді ашық болу керек үшін. Бір заводтан алып жатқаныңызды екінші завод бірі біліп тұрады сізде, екі заводтан алып жатқаныңыз. Біліп тұрады, енді өзіне шақырғысы келеді ол заводтар. Сол аралықта сен ол екеуіне де білдіртуің керек те. Сол арқылы жаңағыдай 30 вагоннан заявка берген кезде олар екеуіне бағасын береді, соңынан екеуіне де бір жылда сен что алатын, өйтпен сен бағасын сұрап алдың, ол алмай кетсең, ол саған сенбейді, келесі жыл саған бағасын бермейді де. Сондықтан сен оған онымен де жұмыс істеуің керек. Келесі жылы ше, жарайды, бірінші жыл екеуіменсіз, одан кейінгі жыл? Келесі жылда мен былтырғы позиция бойынша оны да тастағам жоқ. Оған да және бір 10 болған заявка беріп қойдым. Бірақ біреуін анан 40 қылдың, анан 10 қылып қойдыңыз, значит. Біреуін по-любому таңдайды. Бұның келеді ау деген тауарды, екеуінің бағасы бір тауар. Мысалы, бұл жерде Армстронгтың 10 түрлі. Қалың жұқасын ұқсамайды, бетіндегі несіне байланысты, материалдарына байланысты, разный бағада. Соған байланысты келтіріп, бағасы лайықтау дегеніне арағанда аздап заказ беріп қоясың. Что болды бізде на клиент бар екен ғой, әрі алып тұрады екен деген сияқты, жоғалтпадық деген сияқты ойда болады да. Ары қарай. Енді мына тасымал істейтіндерде мысалы бөкеңдер бар ғой, мысалы. Сол сияқты кісілерде мысалы өзінің саласында бір жермен байланып қалмауы мүмкін. Атасумен істеп қояды, безгруппен істейді, мысалы Ранакспен. Сол сияқты анадан азыздан алып қояды да. Өйткені бір мезгілде мысалы атасудың күші мығым, атасудың бағасы жоғары бірақ. Жоғары болғанмен мыналардың планы орындай алмаған, план алмаған кезде атасуға заявка береді, атасы любой уақытта объем бере алады да. Сол үшін күші мығым, жаңағыдай әл-ауқаты бар заводты всегда жоғалтпау керек. Әрқашан. Заводпен жұмыс жасау бойынша жақсы кеңестер болды. Ежеден тезінен жіберген, бір-бірін қолдап жіберген, ем қабылдандар демдеді, ем қабылдандар жіберген. Бана құрылыс саласынан басқа ауыл шаруашылық саласында, мал шаруашылық саласында да кәсіптеріңіз бар, тәкеде бар. Жалпы бағанағы бизнесті таңдау тақырыбынан әңгіме қозғадық қой. Жалпы мал шаруашылықты не үшін таңдадыңыздар? Жалпы қалай таңдадыңыздар? Не үшін басқа кәсіп емес? Мысалы, алып сатуда жақсы білесіздер, не үшін мал шаруашылыққа кеттіңіздер? Соны бір таңдауда бір фильтр, бір сүзгілеріңіз бар ма, тәке? Жақсы тақырып енді. Кешеде дүкен бар, бәріміз 2 күн сол малда болып келдік. Таза ауа, табиғат қандай керемет. Бірақ енді оның да қыр-сыры көп енді. Ол бәрі ойлайды ғой, ақшам болса малды алып қойса мал өсе береді деген сөз, ол өтірік сөз. Өзіңіз көпей береді. Енді біз қазақпыз ғой енді. Атам қазақ, мал баққан енді. Енді басқалай жағынан мен ойладым енді. Бір жағынан үлес қоса алмасақ та енді осы мал жағынан кішкене. Қазақстанда кезінде қаншама кеше айтып жатыр ана жігіттер, кезінде Құнайып атамыз осы мал шаруашылығын дамыту үшін Москваға отчет берген. Мен қойдың санын 2 миллиардқа жеткізем деген. Сол сөздің арқасында қаншама техника, қаншама оборудование, қаншама недер келген Қазақстанға. Бетке несін салып берген ғой, шыны керек жаңағы. Фазендасында тоғына дейін апарып берген, құдығын қазып берген, моншасы болған. Кейін оның бәрі қайтты, Советода құлағаннан бәрі бұзып алды. 100% артқа кетіп қалды десе болады. Сосын енді ол соны енді кішкене ойланып көп, енді мал деген нәрсе қазір енді өзіңізде білесіз, өзім тағы да бір жағы бұл. Базардан өзім ет сатып алмаймын мен көбінде ше. Өйткені сенбеймін. Талай көзім көрген, талай естіген. Сол үшін енді кішкене болса да енді өзімізден бала шағамызға, туыс-туғанымызға кішкене таза берейік деп ойладық. Сосын бір жағы енді малдың санын көбейту негізі мақсат. Енді ол малдан қырып жойып ақша келмейді, мен білемін. Оны кейін білдік қой. Өйткенше мен
бір қой бағып, соны жылдық есебін ойласам, мен сол жақсылап үш жерде отырып, бір 2-3 контейнер запчасть сатып жіберсем, оныңки нешесі артық. Бірақ енді анау басқаша да, енді атакәсіп. Барсаң демалып қаласың, малды көресің, кішкентай кезімізде өзіміз мал бағып өспесек те, кішкене соған жақын болдық қой, енді Тосқандарға барамыз жазда, жайлауға шығамыз, сол сияқты. Ежеден тезеден жіберген, бір-бірін қолдап жіберген, ем қабылдандар демдеп, ем қабылдандар жіберген. Керемет, жақсы рахмет. Жалпы бағдарламамыздың соңына таяп барады. Әркім өзінің тілеуін дейміз ба, немесе кеңесін айтып жіберсеңіздер, оң жағымыздан бастайық. Тәке. Рахмет енді. Өстіп шақырып барлығымыз, басымызды қосып, пікір алмасып енді. Кішкене де осы пайдасы тиеді-ау деген бар білгенімізбен бөлісіп жатырмыз енді. Жалпы енді қазақ жастары дами берсін, бизнестер арта берсін, аман болайық. Сол? Ал бүгін енді бағдарламаға шақырып, қонақ ретінде қабылдасың. Рахмет. Мен енді осы қазіргі қоғамдық жағдайға байланысты жастарға да осы айтарым. Әрін кәсіптерінде дамулар болсын дейміз. Одан кейін елімізге тыныштық, ары қарай осы тыныштығымыз, егемендігіміз ұзағынан болсын дейміз. Рахмет. Сол шақырған тоже рахмет. Ана енді біз кәсіпті бәрібір де кітаптан көбінесе таныдық қой. Өзім жапондарды қатты жақсы көремін. Олардың жаңағы жұмысқа деген стилін, сонда ненен Тойотаны оқып жатқанда бір байқағаным, Тойота тек өзі ғана байып дамый бермей, өзі уже түсінген кезде қалай не қойды, ал қасына Сузуки шақырған, Nissan шақырған, сөйтіп бәрі бүйтіп әлемдік топ 10 компания болса, топ 10-дыққа жапондықтардың бірнеше компаниясы кіріп кеткен да, бір-біріне көмектесіп. Қазір мысалы отырмын, өзім көп андай әр нәрсені өз уақыты боламамыз. Қазір бәлки 3-4 жыл бұрын осыны естіген мен түсінбес едім. Бірақ мен де жаңағы Қытайларға тапсырыс беріп, оларға біраз кішкене күйіп олардан. Бірақ сізді қазір әңгіме түсініп отырмын да. Сондықтан осындай экранға болсын, экрансыз болсын, осындай кездесулер өте жақсы екен. Мысалы, сіздердің бір ауыз айтқан сөздеріңіз, ол бүйтіп 2 секунд айтылған сөз болғанымен, бұл айтқаны бір 10 жылдық тәжірибенің жиынтығы, бір сөйлемге сиіп тұр да. Сондықтан бізге, мысалы, мен өзіме өте үлкен тәжірибе болып тұр. Сондықтан осындай бағдарламаңыз көп болсын. Өмірде де бұлай кезектің бір себептер болып тұрса. Жақсы. Біз только жалпы бұндай соңғы кездерде YouTube жобаларда өте танымал публикамен айналысатын кісілерді көп шақыратын бір дәстүр бар да. Бүгін мысалға өте практик бизнесмендерді шақырып әңгіменің жөні бөлек та. Сол жағынан қанша бірге жүрсек те осы хабардың барысында біраз бір миыма бір жақсы ақпараттар жетіп жатқан сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, бұл дәстүрді жалғастырып алдағы уақытта осындай өз саласын мойындатқан практик бизнесмен ағаларымыз, бауырларымыз келе берсе. Құп, рахмет шақырғаныңызға жалпы. Жақсы рахмет, құрметті көрермендер. Жалпы өздеріңіз көргенде бүгін тәжірибелі, нағыз опытный бизнесмендер шақырып кеңестерін бөлістіріп жатырмыз. Бұдан кейін кімді тыңдағыларыңыз келеді, осында комментарияға жазсаңыздар болады. Жалпы бүгін қонақта болған, осында қатысқан барлықтарыңызға Алла риза болсын, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет, және де Алла қаласа қонаққа шақыратын боламыз. Рахмет. Жалғасты көріп қойын, көрді ме? Кіштай көйтіп Думаю, еще таких дұрыс ашылмай қалды. Ежеден тезеден жіберген, бір-бірін қолдап жіберген, ем қабылдандар демдеп, ем қабылдандар жіберген.